Сәлем баршаға! Бүгінгі видео комментарийдағы сұрақтарға жауап беру туралы видео. Бұл қандай сұрақтар? Негізгі сұрақтар адамдар жазады. Мен қыздармен сөйлесе алмаймын, далада жақындаймын, бірақ ешкім таныспайды деп. Өйткені сендер осы көбісі қыздармен аз танысады, бір аптасына 2 рет, 3 рет, кейбір адамдар мүлде таныспайды. Бұл жақта біз қыздың психологиясын біле алмаймыз. Біз көп жақындап таныссақ, онда біз қателігімізді түсінеміз да қызбен жақсы таныса бастаймыз. Және қыздың психологиясын білу керек бұл жерде. Әрине, сендер аптасына 1 рет қана жақындап таныссаңдар, онда ешқандай нәтиже болмайды. Өйткені екінші рет қызға барып таныссаңдар, қыз деген өзі-ақ сен туралы 5 минутта-ақ біліп қояды. Неге? Өйткені сендер қызға жақындамайсыңдар, сол себептен қыздың психологиясы сендердің психологияларыңды біліп қояды. Және де олар әрине номерлерін бермейді және таныспайды. Өкінішке орай қыздар айтуы мүмкін, біз бір-бірімізге лайықты емеспіз. Егер сөйлесіп жүрген қыздар болса, онда сөйтіп те айтуы мүмкін. Сондықтан бұл қысқа видео біз негізі танысу үшін жақындамаймыз негізі. Біз көбінесе көп минус жинау керекпіз. Біздің мақсатымыз сол. Күніне 30-40 жақындаймыз, біз ешқандай результатты ойламау керекпіз. Таныса ма, таныспай ма, бізге негізі бәрібір болу керек. Сөйлесеміз, телефон аламыз, болды. Үйден ары қарай негізгі тақырыптарды айтып кете бастаймыз. Біз негізі результатты қуаламау керекпіз. Результат егер қуаласыңдар, онда сендерден ешнәрсе шықпайды. Сендер ойлайсыңдар, мысалы, 1 рет жақындадың, 2 рет жақындадың, қыздар сендермен таныспады. Сендердің көңіл күйлерің түсіп кетеді. Екінші рет қызбен танысуларың өте қиынға соғады. Сосын ойлайсыңдар, менімен ешкім таныспайды деп. Сондықтан күніне 30-40 рет минимум. Күніне 30-40 рет минимум күніне қыздарға жақындаймыз. Номерін алмасақ та жақсылап сөйлесіп, қызбен сөйлесіп үйрену керексіңдер. Және де бандай сіздерге блокнот қағаз керек. Мысалы, бірнәрсе деп сөйлесесіңдер бір теманы. Мысалы, ол қызға ұнамайды, мысалы, суып кетті. Рас, ол теманы сызып тастайсыңдар. Басқа теманы сөйлесесіңдер, қыз ашылды, қызық болды қызға. Сосын сол теманы жазып қоясыңдар. Осы теманы әлі зерттеймін деп. Сосын сол теманы үйге келесіңдер да, андай қылып 1-2 парақтан кішкене қосып сөздерді қызға негізі барған кезде дайындалып бару керексіңдер. Ол не туралы сөйлесу керек, қандай сұрақтарға жауап беру. Мысалы, қыздар көбісі тексеруі мүмкін, қайда жұмыс істейсің, андай мындай деп көп сұрақтар қояды. Біз көп сұрақтарға жауап бермейміз. Біз негізі қыздар тыңдамау керек, біз өзіміздікін жауап береміз. Күте тұр дейсіңдер да, 1 рет сұрақ қояды ғой, соған жауап бересіңдер. Қайда тұрасың, кіммен тұрасың, қайда жұмыс істейсің десе, онда көп ондай сұрақтарға жауап бермеймін. Өйткені жұмыс туралы ондай сұрақтарға жауап берудің қажеті жоқ. Өйткені сендер жауап берсеңдер, болды, онда екінші қыз суып қалуы мүмкін да. Сондықтан сендер қызық болу керексіңдер, олар сендер тыңдау керек. Вот негізгі мақсат бізде сол. Егер сендер әрине қызығушылық білдіру мүмкін, ол қайда тұрасың, кіммен тұрасың, қай жалғасың деп ондай қою мүмкін. Бірақ көбінесе біз өзіміздің немізді, сөзімізді қызға жеткізе білу керекпіз. Және де андай қате, жігіттер танысқанда тыңдап отырып қалады, қыздар көп сөйлеп кетеді. Біз ойлаймыз, ол қыз деген көп сөйледі, бізге қызық болып жатыр деп. Ол дұрыс емес. Егер қыз деген көп сөйлей берсе, сендер тыңдамай, сендер үндемей отырсаңдар, онда ол қызыққа жатпайды. Ол келесі күні қыз сендермен кездеспей қояды. Өйткені менде ондай тексерістер болған, мен де отырып тексергем талай қыздарды. Тыңдап отырасың, олар көп сөйлей береді, бірақ соңында келесі күні телефонды алмай қояды. Ондай да болады. Өйткені сендер қызықтыру керексіңдер қыздарды, олар сендерді емес. Егер сендер қызықтырып үйреніп алсаңдар, ол үшін күніне 30-40 қызға жақындау керек. Біз
жай привет деңдер, немесе привет қалайсыңдар, жақсы, ауа райы күшті, керемет деп сөйтіп бәрі қызға жақындап өзімізді ашып аламыз. Сосын ашылғаннан кейін өзімізде ішімізде андай бізде бір нәрсе оянады, ұялмаушылық оянады. Сосын настроениеміз көтеріледі. Енді өте әдемі қызға жақындаған сезім басқаша болады негізі. Ал жай қызға жақындасаңдар ондай сезім болмайды. Сондықтан өте әдеміге барамыз. Үшін негізі бір адамға қиын жақындау. Екі адам болу керек. Спор ойнаңдар. Мысалы, жақындамаса маған 2000-5000 теңге бересіңдер деп. Сөйтіп негізгі сөйтіп үйретсеңдер болады. Тағы айтар кеттер, негізі мен өзім Алматыда оқушылар жинау барысындамын. Осы төменгі жерде менің номерім болады. WhatsApp, Telegram, WhatsApp номері болады. Соған жазыңдар. Алматыда болған жігіттерге мен негізгі қысқаша келесі айдан бастап қысқа үйрете бастаймын. Қалай жақындау керек, және видео түсіреміз, өте қызық болады. Көптеген қыздарға жақындаймыз, 5-6 қызға біраз жақындаймыз, не туралы сөйлесу керектігін, қалай сөйлесу керектігін бәрін сендерге түсіндіріп көрсетіп беремін. Тіркелеміз, лайк басамыз, регистрация өтеміз, әлі талай видео болады. Көріскенше.